Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастар туралы заңының 29 бабына сәйкес, егерде азаматтың қандай да бір меншікке, яғни қандай да бір меншікке емес, яғни осы біздің жағдайда үйге, яғни үй меншігіне құқығы тоқтатылған жағдайда немесе құқығы қысқартылған жағдайда кез келген азамат сол тұрғын үйді босатуға міндетті. Алайда бұнда айта кететін мән-жай, қандай жағдайда азаматты үйден шығаруға болады деген жағдай. Біздің Қазақстан Республикасының қазіргі қолданыстағы заңнамасына сәйкес, бұл азаматтарды үйден шығару тек қана сот арқылы жүзеге асырылады. Сот арқылы жүзеге асырылады. Сол себептен бұнда былайша айтқанда, ол қандай жағдайда азаматтарды үйден шығарып жатады. Яғни олардың қандай да бір келісім шартының күші аяқталуына байланысты, немесе күші жоғалуына байланысты, тіпті қандай да бір келісім шарт құрмаған жағдайда жаңағы үйдің иесі сотқа жүгініп, сот арқылы ол азаматты немесе азаматтың жанұясымен бірге жаңағы тұрғын үйден сот арқылы шығаруға құқығы бар. Өйткені Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 260 бабында нақты көрсетілген, яғни меншік иесі өзінің мүлкін басқа азаматтан талап етуге құқылы деп нақты көрсетілген.